Киелі Түркістаннан Алатаудың бөктеріне қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Әмір Батырдың бір жас тұсаукесер тойы құтты болсын. Шапала қошемет етіңіз. Сіздерге тосын сый болсын деп мен әдейлеп хабарламадым. Олай болса әмірді әдемлеп, әндеп, әділеп алып келген ортаға тамаша жұп Жазира мен Жанболатқа дуғол шапалақ. Қызық қомай қалса тамадаға жаба салады. Опың аяқ тауып ағасындар ғой, кімге жабатын? Бұл тамада онша болған жоқ. Кейіп өзінше әңгімен соғып деп. Мен де тауып ағам кімге жабатын нәрсені. Тойдың иесіне байланысты маған түк қатысы жоқ. Осы екі кісі көңілді болып жүрсе, жұрттың бәрі көңілді болып жүреді. Екі кісі билеп жүрсе, жұрттың бәрі билеп жүреді. Келісеміз ба? Бәлеге далада жүрсеңіз, жұрттың бәрі далада жүреді. Ал сіздер бит жүрсеңіз, жұрттың бәрі деп жүреді. Сол себептен жаңағы шығыстарыңыз болмайды. Бас жүлдеге домбыра алыпты. Ғалымжанның идеясын қарашы сен. Маржан бір емес 3 астау алыпты. Біреуін ұстай тұрыңыз. 3 астау арымдап алыпты. Домбыраны отқан адам үйінен той үзілмесін. Осы домбырамен сол тойда ән шырқалсын деп алыпты. Маржан астауларды алыпты. Әр астауды отқан адам үйінен ас үзілмесін. Ас берген сайын бата беріледі, сол батасы қабыл болсын деп алыпты. Кім алады? Кім алады? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алты адам ала ма? Жетеу, 8, міне, сатылады. Жоқ, сіздің ақшаңызға емес. Менің ақшама сатылады. Өтірік ақша қой дейді. Бұл далада өтірік ақша болуы мүмкін. Бүгін Ғалымжанның тойында бұл шын ақша. Кім көп жинайды, мұнаның бәрін сатып алады. Пожалуйста. Мен мысалы, мына кісіге ырза болдым. Мені орнынан тұрып жаңа шапалақ ұрды. Мені, көрдіңіз бе? Мені, пожалуйста, мені, әшейін тұрасында мені. Кім алады, $100-ға, кім алады? $100-ға кел, мені. Мені, өйсіп тұр. Пожалуйста. Мені, өйсіп сатып аласың ба? Түк қиын жоқ. Мені, билеп шыққаның үшін. Красавчик, қошемет кәнекей, бәрекелді. Міне, кім алады $100-ға? $100-ға кім алады? Кел, молодец. Тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай. Сен әр шыққанда бірінші бейіп шығасың, сосын бейіп шығады екесің, әр түрлі бейің, молодец. Міне, осылай. Түк қиындығы жоқ. Мен мысалы қазір мына $100 беремін Ғалымжан үшін шапалақ ұрған адамға. Маржан үшін орнынан тұрып шапалақ ұрғанға. 1, 2, 3, Бірінші орнынан тұрған адамға дедім ғой мен. Міне, Ғалымжан мен Маржан үшін орнынан тұрып өлең айтып кеткен адамға. Көке. Андай ұзақ емес, бір куплет, бір қайын. Аңшаған бақытым сияқтанып. Сізге $200 ғой. Бала шағасын үйіне апарып тастағанға $500. Пожалуйста, мамаларың айт, үйге барамыз, маған ақша береді екен деп. Или нәште жүрмеңдер. Мамаң айт, тамадан көз сықы екен. Деп қалуы мүмкін деп. Недовольный болып отырсың? Тоқташ, не қыл дейсің?
Неғып недовольный болып отырсың? Жоқ, өзіңіз. Нан, сен анасашы мені осыны. Не үшін дейсің? Не үшін деші? Ақтөбеден келгенім үшін. Жоқ, мынау көйлегімен подсвет болған үшін. Riders on the Жоқ, өтірік болса айтсын, просто көйлегімен подсвет болды, бере салдым. Бола ма? Шапалақ қошемет ақпанда. Немене? Не? Списки ма? Болды. Мені? Жоқ, дұрыс. Сату ұят емес. Әкел. Қазіргі заманда, міне, $500 әкел, тез. Тез $500 әкел. Молодец. Жоқ, әкеш қолды. Молодец. Шапалақ қошемет. Енді бұлар тасысыңдар, өздерің сатып аласыңдар. Бұлардың бәрі ақылдаса келе, мына кісі сальто жасайтын болды ғой. Бәрі ақылдаса келе, или жасайды, или құлайды. Білмеймін. Әйтеуір, сіз жасайсыз, сальто жасап шығасың. Сен кәдімгі кісінің мойнына мінесің. Амал жоқ. Сендер билеп айналып жүресіңдер. Телефондарын жақсылап қойғандар. YouTube жарайын деп жатырмыз. Или тойхананы жарамыз. Екеуін біреуін жарамыз. Көке, сальто болайын деп жатыр. Жұртта шешініп жатыр. Не ма? Анаяққа отырмасаң ше, бұл ше таған кезде бар ғой. Сіздерге тиіп кетуі мүмкін, абайлаңыздар. Молодец! Мен айттым ғой, лучше болельщикке дедім. Дайымыз ба? Команда дос, поехали! Жане, молодец. Есеп 1-1. Кім үшін білесіңдер ма? Ана, бочканы бүйтіп айналдырасың ма үшін? Сөйтіп айналғаның үшін. Жан, сальтосы жесткий екен, ешкім көз ілесе алмай қалды айналғанын. Көз ілеспей айналып кетті ғой кәдімгідей. Мынандай қыздарыңды алыңдар, тағы да ана көкем сальто жасап, қалмасын. Есеп 1-1, молодцы. Чип-чип, чучаларым, чип-чип, чучаларым. Мен саған Түркістанның қоразы дедім ғой. Сен шудың қоразы болып шықып келатсың ғой. Қатықпаған қоразы болып. Жөндеп шықпасынан. Жынды ма? Түркістанның қоразы болып шықса кәдімгідей. Бүйтіп. Мау үйреткенде бәледей өзің шықсаң қайдет. Еще мәрті бүйтіп үйретіп қойды, бүйтіп істесе деп. Басынан, маған бәр, осыдан кейін қайтылаймыз анеқа бер жерден балды. Дайын ба? Кетті! Кетті! Сұраса су берген чучаларым, жем сұраса жем берген чучаларым. Молодец! Енді мен мұнайға берейін деп атырым. Ана чучаларым жеңіп кетті. Есеп 2-1. Біздің ұлымызға мінекей сау кесейін деп жатқан қазақ эстрадасын керемет жұбы, бажыларының сүйікті әншілердің Жазираның өзі сауын кескелі жатыр ағайын. Аумин. Бисмиллахиррахманиррахим. Сау кесер әнімен сауын кесейік әміріміздің. Бисмиллахиррахманиррахим. Талабы оң болсын, қадамы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Бақытты ғұмырлы болсын Әміржан. Amin.
қошемет. Бүгінгі тойды керемет жүргізіп жатқан Шаншар театрының әртісі Ерлан Мырзаға бір қошемет көрсетіп қояқшы. Ой, бәрекелді Ереке. Жаңа ән салған Мақпал деген Ерланның туған қарындасы. Әнеке Ерекеңді, Сондай бір өнерлі отбасынан шыққан азаматшалар. Ерекеңді жиі хабарлап тұрсаң ақша шашып тұрады. Ал енді Ерекең барлықтарыңызды биге шақырады келесі әнге. Кеттік. Ереке, шаш. Көздеріңнен көрем сәуле шашқан, қызғанасың білемін. Еркелетіп нұрын төккен аспан, қырда өскен гүл еді. Ерлан Мырза керемет биледі, көрдіңіздер ма? Ереке, мына доллар арзандап кеткесін шаштың ғой бәрі. Бұл Той құтты доллар- болсын. Бұл доллар бүгін тойда қымбат бұл. Сенбесеңіз қазір доллар кімге керек? Көрдіңіздер ме? Өтірік долларға таластырып қойғам қазір. Міне шапалақ қошемет бүгінгі тойдың сәнін кіргізіп жатқан Жазира мен Жанболатқа ду қол шапалақ.